Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сағаттың шығу тарихы, тура және ауыспалы мағыналы сөздер. Қане балалар, сабағымызды бастамастан бұрын орнымыздан тұрып, шаттық шеңберін құрайық. Аспан түрді түндігін, жерге сәуле шашылды. Неткен ашық күн бүгін, қайырлы күн, қайырлы. Міне балалар, бүгін бізге күн өзінің нұрын шашып тұр екен, иә? Осы күн сәулесінен жылу алып, бір-бірімізге алақанымызбен жылу берейік. Жарайсыңдар, ендеше сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі сабақта сенің үйренетінің тура және ауыспалы мағыналы сөздер және сағаттың түрлерін ажыратып үйренетін боласың. Тура және ауыспалы мағыналы сөздер. Тура мағына дегеніміз сөздің бастапқы мағынасы. Ауыспалы мағына дегеніміз сөздің қосалқы мағынасы. Оқушылар, сендерге көз сөзін айтқанда көздеріне не елестейді? Дұрыс айтасыңдар. Көз сөзін естігенде біздің көзімізге адамның көзі және күннің көзі елестейді екен, иә? Адамның көзі бізде ол қандай мағынада тұр? Дұрыс айтасыңдар. Адамның көзі тура мағынада, ал күннің көзі ауыспалы мағынада тұр екен. Ал енді бас сөзін сендер қандай жағдайда пайдаланасыңдар? Я, адамның басы болады және таудың басы болады екен, иә? Дұрыс айтасыңдар. Ендеше оқушылар, осы тақырыпқа байланысты бейнеролик көрейік. Әже, не қарап отырсыз? Күнтізбе қарап отырмын. Ертең аптаның екінші күні сейсенбі екен. Бұл күн ауыр күн деп есептеледі. Ауыр күн? Әже, күн қалай ауыр болады? Апта күндерінің салмағы жоқ қой. Құлыным, бұл сөйлемде ауыр күн тіркесі ауыспалы мағынада қолданылып, сәтсіз күн деген мағынаны білдіріп тұр. Солай ма? Әже, маған тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажыратып, сөйлеу барысында қолдануды түсіндіріңізші. Жақсы, алдымен сөздің тура және ауыспалы мағынасын есімізге түсірейік. Дана, сөздің тура мағынасы дегеніміз не? Сөздің затты немесе құбылысты атап білдіретін мағынасы тура мағына деп аталады. Өте дұрыс. Ал енді сөздің ауыспалы мағынасы деген не? Ауыспалы мағына тура мағынадан өрбейді. Ауыспалы мағынаның жасалуына бір зат пен екінші бір заттың, бір құбылыс пен екінші бір құбылыстың ұқсастығы негіз болады. Жарайсың. Енді мысал ретінде мына мақалға қарайық. Түзу ағаш үйге тіреу, түзу жігіт елге тіреу. Бұл сөйлемде тіреу сөзі біріншісінде тура, екіншісінде ауыспалы мағынада қолданылған. Маған бірнеше сөз тіркестерін айтыңызшы, ал мен мағынасын ажыратып көрейін. Терең көл, терең ой, ашық мінез, ашық терезе, өткір көз, өткір қайшы. Тура мағынадағы сөз тіркестер терең көл, ашық терезе, өткір қайшы. Ауыспалы мағынадағы сөз тіркестер терең ой, ашық мінез, өткір көз. Ақылды немерем, бәрін де таптың. Рахмет, әже. Оқушылар, сендер бейнероликті көрдіңдер. Енді сендерге тура және ауыспалы мағына түсінікті деп ойлаймын. Сабағымызды жалғастыратын болсақ, бізге ребус беріліпті. Ребусты шешіп көрейік. Бізге қандай сөздер берілген екен? Сандық, я, ғарышкер және таға. Дұрыс айтасыңдар. Енді ребусты шешіп көрейік. Сандықтан артынан 4 әріпті алып тастаймыз, иә? Я, са, ғарышкер. Алып тастаймыз. Және таға. Оны да алып тастаймыз. Енді қандай сөз шықты бізде? Дұрыс айтасыңдар. Біздің жасырылған сөзіміз ол сағат деген сөз екен. Бүгінгі біздің тақырыбымыз да осыған байланысты. Балалар, сендердің алдарында сурет берілген. Оның қайсысы қандай сағат екенін анықтайық. Міне, көріп отырғандарындай сәйкестендіріңдер. Біріншісін кім айтады? Айта ғой. Дұрыс айтасың.
Бірінші суретте бізге қол сағаты берілген екен. Екінші суретте бізде қабырға сағаты берілген. Үшінші суретте бізде қандай? Қалта сағаты. Ал төртінші суретте бізде құм сағаты болады. Жарайсыңдар балалар, сендер бұл тапсырманы өте оңай және тез орындап шықтыңдар. Оқушылар, 14-ші жаттығуға қарайық. Өлеңдегі қарамен берілген бұрыш сөзінің екі мағынада қолданылып тұрғанын дәлелде дейді. Мен таба алмай бұрышты, қарадым бар қуысты. Таусылған соң шыдамым, інімнен кеп сұрадым. Мен іздесем бұрышты, көрсетті-ау, ол бұрышты дейді. Бұл жердегі бұрыш сөзі бізде жаңағы айтып өткенімдей екі мағынада қолданылып тұр екен. Қандай мағынада? Дұрыс айтасыңдар. Тура және ауыспалы мағынада. Тура мағынадағы бұрыш қандай бұрыш? Тамаққа қосатын бұрыш. Ал ауыспалы мағынадағы бұрыш ол бөлменің бұрышы болуы мүмкін. Дұрыс айтасыңдар. Келесі. Оқушылар, 12-ші жаттығуда бізге мәтін беріліпті. Уақыт есебі. Мен қазір оқимын, сендер мені жақсылап тұрып тыңдап алыңдар, жарай ма? Бір сабақта мұғалім, міне, қазір көктем, күн ұзарып, түн қысқарып келеді. Енді бір айдан соң, яғни жаз кезінде, күн 1 сағатқа ұзарады дейді. Бір ай өтеді. Сабақта жыл мезгілдері туралы әңгіме болады. Мұғалім осы сыныпта оқитын Қожанасырды тақтаға шақырып, ал Қожанасыр, сен айтшы, бір тәулікте қанша сағат бар деп сұрайды. Басқа мезгілдерде 24 сағат, ал жаз кезінде 25 сағат бар депті. Оқушылар, Қожанасыр нені дұрыс түсінбеді деп ойлайсыңдар? Күн ұзарғанда тәуліктегі сағат саны өзгереді ме? Дұрыс айтасыңдар, өзгермейді екен. Қожанасырдың апайының айтқысы келгені, мысалы біз қыста кеш сағат 5-терде 6-ларда қараңғы болып кетеді, ал жазда сағат 9-дарға қарай енді қараңғы болып бастайды екен. Міне апайы күн ұзарып, түн қысқарады деп осыны айтқысы келген болатын. Ал сендер дұрыс түсіндіңдер ме? Бір тәулікте қанша сағат бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Барлық мезгілде бір тәулікте 24 сағат екен. Бізде шығармашылық үзіліс. 78-ші бетті ашып, 13-ші жаттығуға қарап көрейік. Суретте көрсетілген 12 әріптен 21 сөз шығарып көр. Міне бізде үстел сағаты бейнеленген, соның ішінде 12 әріп тұр. Сол 12 әріптен біз 21 сөз шығару керек екенбіз. Бұл үшін сендерге 3 минут уақыт беріледі, дәптерге қатесіз жазамыз. Уақыт өз мәресіне жетті, енді бір тексеріп көрейік. Ара, арал, ала, алатау, ата, ал, тау, ауа, атым, омар, марал, тал, отау, арала, ат, амал, орам, орамал, тар, тор, ор деген сөздер шықты. Егер сендерде басқаша сөздер шықса, оның ешқандай қатесі жоқ. Яғни бізге берілген әріптен біз қандай сөздерді білеміз, сол сөздерді жазады екенбіз. Жақсы, енді үй тапсырмасына сендерге 76-шы беттегі 10-шы жаттығуды беремін. Берілген сөздер тобын пайдаланып, сөйлем құрап жаз дейді. Бізде бұл жерде берілген сөздер алтын уақыт және алтын сағат. Астында берілген сұрақтарға жауап беріп, дәптерге жазып келесіңдер, сосын оны келесі сабақта бірге талқылаймыз. Ал енді оқушылар, сендерге сабақ түсінікті болса, тақтада тұрған алма ағашына стикер жабыстырыңдар. Мен қазір сендерге жасыл түсті және сары түсті алма стикерін беретін боламын. Егер сабақ түсінікті болып қызықты өтсе, жасыл түсті стикерді, ал егер кішкене түсінбеген болсаңдар, сары түсті стикерді жабыстырыңдар. Бүгінгі сабаққа қатысқандарына рахмет, сау болыңдар.